Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы нарын дайындайтын боламыз. Қажетті заттарды экранда жазып қалдырдым. Бізде сүрленген жылқы еті, сүйегі қажет емес. Осылай үстіне басқанша су құйып, 2 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Тұз саламыз. Тұзы кішкене басымдау болған жақсы. Тұзын шорлау етіп саласыздар. Осылай көбігін алып тастаймыз. Қайнап шыққан соң 2 сағаттай қайнатамыз. Қамырымызды дайындап аламыз. Бізге 2 кесе су, 2 жұмыртқа, тұз салатын боламыз. Қажетінше ұн саламыз. Бізде дәл 5 бармаққа дайындаған қамыр сияқты дайындаймыз. Суыны да, қамырын да. Осылай 5 минуттай тындырып, 2-ге бөліп тындырдым мен, маған 2 бола қажет. Сосын 5 бармаққа жайған сияқты жұқалау етіп жаямыз. Қайнап піскен етімізді басқа ыдысқа алып суытамыз. Сосын кішкене суыған соң холодильнигімізге саламыз. Қамырымызды салып аламыз. Дәл 5 бармақ сияқты жасалынады. Алып мұздай суға салатын. Біз судан қамырымыз пісті. Енді бұны Енді қамырымызды ұсақтап тураймыз. Барлығын ұсақтап тураймыз. Етімізді де дәл солай өте ұсақтау етіп тураймыз. Еттің холодильникте тұрғаны жақсы үгітіледі. Сүрленген ет болса өте жақсы бұл тағамға. Сосын мен үстін безендіру үшін осылай ұзын-ұзын жаңағы бүтін қамырымның арасына осылай туралған етті салып, осылай кесіп алдым. Менде қазы болмай қалды, сол себепті үстін осылай безендірдім. Сіздер қалауларыңызша безендірулеріңізге болады. Қамыр мен етті араластырып аламыз. Ештеңе салу қажет емес. Осылай. Ыдысымызға саламыз. Тамағымыз дайын. Үстін безендіреміз енді. Жаңа кесіп
алған қамырымызды осылай үстіне қойып жағамыз. Осылай әдемі көрінетін сияқты маған. Менде қазы болмағандықтан әрине. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіз.